Саламатсыздар ма? Менің тақырыбым қарапайымдылар тудыратын аурулардың эпидемиологиясы және алдын алу. Оларға амебиаз, лямблиоз, токсоплазмоз және де балантидоз секілді қарапайымдылар туралы айтатын боламыз. Орындаған Жанабергенов Досымжан. Кіріспе. Қарапайымдылар, простейшие, бір жасушалы организмдер, олар адамның ішегінде, бауырында, орталық жүйке жүйесінде, қан мен лимфада паразиттік өмір сүре алады. Адам үшін қауіпті негізгі қарапайымдылар бұлар амебиаз, лямблиоз, токсоплазмоз және де балантидоз. Бұл аурулар әлем бойынша 1 миллиард адамға дейін әсер етеді, көбіне санитария нашар аймақтарда таралады. Балалар, жүкті әйелдер және де иммунитеті әлсіз адамдарға аса қауіпті. Жұғу жолы өте оңай болғандықтан, қоғамдық денсаулық сақтау үшін бұл ауруларды маңызды эпидемиологиялық мәселе болып табылады. Амебиаз. Жалпы түсінік, амебиаз тоқ ішекті және де бауырды зақымдайтын протозойлы инфекция. Оның қоздырғышы энтомиоба хистолитика. Тіршілік формалары циста. Сыртқы ортада тіршілік етеді, жұқпалы, трофозоид, адам ішегінде көбейеді, тіндерді бозады. Ауру түрлері жіті ішік амебиазы, диарея, қан аралас секілді симптомдармен жүреді. Созылмалы амебиаз, салмақ жоғалту, әлсіздік, бауыр амебиазы, оларға бауыр абсцесі, ауыр асқыну, сирек түрде ғана өкпе мен ми абсцесі болады. Амебиаздың эпидемиологиясы. Инфекция көзі тек адам, негізгі жұғу механизмі фекальды оральды, таралу факторлары ластанған су, тағам, кір, қол, цисталар топырақта 1 ай, суда бірнеше аптаға дейін сақтала алады. Көп таралған аймақтары олар Үндістан, Африка, Оңтүстік Америка. Қазақстанда көбінесе жаз айларында, ауылдық жерлерде кездеседі. Қауіп топтары, жаңағы айтқандай, халықтың негізгі инфекция көзі адам болғандықтан, олар адамдар көп топталасатын жерлерде осы аурулар таралады. Жыл сайын әлемде 50 миллион адам амебиазбен ауырады, оның ішінде 100 мыңнан астамы асқынудан көз жұмады. Амебиаздың алдын алу. Ауыз суды міндетті түрде қайнату немесе сүзгілеу, көкөніс пен жемісті ағын сумен мұқият жуу, қоғамдық тамақтану орындарында санитариялық бақылауды күшейту, дәретханаларды дұрыс тазалау, нәжісті қоршаған ортадан түсірмеу. Балаларға гигиена үйрету, яғни профилактика, жеке гигиенамен таныстыру қажет. Цисталар хлорға төзімді екенін ескерту, суды қайнату маңызды. Лямблиоз. Жалпы түсінік, лямблиоз ұлтабар мен аш ішекте өтетін протозойлы инфекция. Оның қоздырғышы гиардия лямблия. 2 формасы бар, циста және де трофозоид түрде. Патогенезі ішектің шырыштық қабығын тітіркендіреді, қоректік заттардың сіңуін бұзады, дисбактериоз бен аллергиялық реакцияларды туғызады. Көбінесе 1-14 жас аралықтағы балаларда кездеседі. Лямблиоздың эпидемиологиясы. Инфекция көзі адам, жұғу механизмі фекальды оральды, берілу жолдары ластанған су, жуылмаған тамақ, тұрмыстық контакт, ластанған ойыншықтар. Цисталар хлорға төзімді, суда 2 ай өмір сүре алады. Ең көп тіркелетін жерлер балалар ұжымдары, ауылдық аймақ, санитария деңгейі төмен орындар. Лямблиоздың алдын алу. Суды міндетті түрде қайнатып ішу, қоғамдық су қоймаларында шомылғаннан кейін дұрыстап қолды жуу, асхана, балабақша, мектеп қызметкерлерінің гигиенасын бақылау, яғни көптеген гигиеналық ережелерді сақтау қажет. Токсоплазмоз. Жалпы түсінік, токсоплазмоз бүкіл ағзаға таралатын паразитарлы инфекция, қоздырғышы токсоплазма гонди. 2 негізгі түрде өтеді, жіті токсоплазмоз, қызу, бұлшық еттің ауруы деген секілді. Ал келесі ол созылмалы түрі, яғни әлсіздік, бас ауруы, көрудің нашарлауы. Туа біткен токсоплазмоз ең қауіпті, өйткені ұрықтың дамуы бұзылады. Токсоплазма адам өмір бойы сақталып, иммунитет төмендегенде қайта белсенуі мүмкін. Токсоплазмоздың эпидемиологиясы. Негізгі тасымалдаушысы оның мысықтар. Мысықтың нәжісінде миллиондаған ooциста бөлінеді. Олар топырақта 1 жылға дейін тірі қалады.
Жол жолдары сол жаңағы мыстықтың нәжісімен ластанған заттар, лоток, құм, аула, нашар піскен ет, топырақпен жұмыс анадан балаға таралуы мүмкін. Әлемдегі адамдардың 30-40%-ында токсоплазмаға серопозитивті болып табылады. Балантидиоз. Жалпы түсінік: балантидиоз тоқ-ішекті зақымдайтын инфекция. Қоздырғышы балантидиум коли ең ірі қарапайымдылардың бірі. Патогенезі: ішектің қабынуы, ішекте жара, эрозияларды пайда болуы мүмкін. Іш ету, кейде қан аралас диарея. Екі түрі бар: жедел және де созылмалы. Инфекция көзіне шошқаларды жатқызамыз. Жұғу жолдары: ластанған қол, шошқа фермалары, дұрыс пісірілмеген шошқа еті, ластанған су және де топырақ. Ең жиі кездесетін аймақтар: ауыл шаруашылығы аймақтары, ветеринарлық қызметкерлер арасында, шошқа өсіретін қожалықтар. Қорытынды: протозойлы инфекциялар адам денсаулығы үшін маңызды эпидемиологиялық қиындықтардың бірі. Олардың алдын алу үшін ең тиімді шаралар: бұл жеке гигиена ережелерін сақтауымыз қажет, таза ауыз суын пайдалану қажет, тағамды дұрыс пісіру қажет, санитарлық мәдениетті арттыру керек, балалар мен жүкті әйелдерді қорғау, инфекция көзін дер кезінде анықтау, қоршаған ортаны санитарлық бақылау. Бұл аурулардың көпшілігі қарапайым гигиена шараларын сақтаса, толықтай алдын алуға мүмкіндік болады. Мынау бізде пайдаланылған ақпараттар. Назарларыңызға рахмет.